Ана тілі атаңның, анаңның тілі, туған халқыңның тілі. Ана тілін біз кішкентай кезімізден әке-шешемізге, әжеміз бен атамызға, айналадағы ересектерге еліктеп жүріп біле бастаймыз. Анаңның ақ сүтіндей бойымызға біртіндеп сіңіреміз. Өзіміз өскен сайын халықтан, мектептен, кітаптан, газет, журналдардан, радио, теледидар мен кино, театрдан үйреніп, ана тілін тереңірек біле береміз. Ол біздің өмір бойы өзгелермен ұғынысатын негізгі қатынас құралымыз. Әр халықтың басынан кешкен тарихы, ерлік істері, аңыз ертегілері, шығарған өлең жырлары, жазған кітаптары, табиғат пен қоғам құбылыстары атаулары, көрген білген жалпы дүние жайындағы ұғымдары, ойы, сезімі бәрі де ана тілінде сақталады. Ана тілі арқылы атадан балаға ауысып отырады. Тіл бүкіл халықтың игілігі, халықпен бірге жасап, бірге дамиды. Ана тілін жетік білу үшін жас кезіңнен халық ауыз әдебиетін, ертегілерді, аңыздарды, өлең жыр дастандарды, мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпаштарды естіп тыңдап, көп оқуың керек. Халықтың өзінен ұлы ақын жазушыларымыздың шығармаларынан үйренуің керек.